Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге баклажаннан қуырылған осындай дәмді, әдемі дастарханыңыздың сәні болатын салат дайындаймыз. Ең алдымен баклажанымызды жуып, қабығын ашып, видеода көрсетілгенде ірілеу етіп тураймыз. Қатты ұсақтап жібермейміз. Баклажанымызды ыдысқа салып, 1 чайный ложка тұзымызбен 2 ас қасық кукурузный крахмалымызды салып араластырамыз. Тұрған майымызға баклажандарымызды қызартып тұрып қуырып аламыз. Помидорымызды да ірілеу етіп тураймыз, азғантай укроп қосып жібереміз. Салатымызды жинаймыз, баклажанымыз хрустящий болып шығады. Соның үстіне помидорымызды, укропымызды салып, араластырып бетіне творожный сырды әдемілік үшін қойсаңыздар болады, және ерекше дәм береді. Салатымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.